Күннің esas вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Естакаева çalışам. Хайырлы ақшамлар. Инфраструктураның инкишафы Красноперекопск районында насыл ijtimoiy объектлер реставрация етіле. Біріншіден әкімлер Қырымда коронавирусқа қаршы ашыламаның екінші басамағы башлана. Экі апталық изоляция ве маска низамы күзлік аскерлікке чағыру пандемия вақтында насыл кече. Бештерек Зуя су Чеков иншаатында 19 километрік су yolu құрылып башланды. Бұл вақта Қырым юлбашчысы Сергей Аксенов чықыш зияреті кетешатында хабер атты. Шымды уч скважина чалыша оларының дебеті 11 bin кубометр суны тешкіл еті. Қошыма уч скважина қазылыва аққында қарар алынды. Бұндан сон бір күнде дебет 22 bin кубометрге етежек. Тыш қызметші емінлікнен айтты ки 2021 сене барының сонында суны ебіріп бақажақлар. На данный момент у нас существует 3 скважины. Первые 2 находятся на данной территории, плюс 3-я скважина находится в поселке Клеоновка. Сколько их будет дополнительно? Их будет 3 скважины. Еще плюсом? Да. То есть всего 6 да. будет? Всего будет 6, да. Угу. Вот. Значит, эти 6 скважин должны давать нам на водозаборе 22 тысячи кубов в сутки. Сергей Аксенов МД Бурлюк көйінде су Чеков иншаатында 5 скважина қазылуыны бақып чықты, олар пайтақтқа қошма 15 bin кубометр суны еткізecek. Бойынына алған ішні бежеріп олмаған мемурлар яны иш қыдырмаға мечбур олacak. Бұл вақта Қырым юлбашчысы Сергей Аксенов құрыжылық саасының меселелері бойынша онлайн топлашуының кетешатында білдірді. Өз мечбуриетлеріне месулиетсіз янашқан реберлер күтлеви шекілде іштен бошатылacak. Сергей Аксенов құрыжылық мейданларда ішлерінің кетешатыны сықча тышкірмеге чағырды. В принципе, уже вижу по ряду регионов, что будет срыв сроков взятых на себя обязательств. Мы сидим уже, честно говорю, то есть по некоторым ситуациям я уже сижу, смотрю, кто дальше будет работать на этом направлении, коллеги. Поэтому я кадровый резерв этой ситуации формирую, пусть никто не думает, что он усидит только потому, что якобы неким заменить. Такого не будет. Пустое место всегда найдем, кем заменить. Қырымның шымали тарафы дынышып башлады. Красноперекопск районында регионның инфраструктура инкишафы юлланылған бір қачылыға әмелге кечірілі. Бұнен бірге кой меселелері чезілі. Бұл ескі асфальт қапламасы ве спорт көлік кедіклер yoqлығы. Мисал оларақ воинка көйінде тезден медениет еві тамир етілежек. Сырф ортысы олған стадионы се енді яш истидатларыны азырламаға ярдым еті. Тавсиятлар бізім левхамызда. Бұл Қырымның шымалінде ерлешкен бей болу шадлы күчік кой. Мұнда яшыған адамларының сайысы бір-бірінден біраз едер. Енді келечек сененің сонында ерлесакелер eglenmeleri үшін кереклі ерше олacak. Бұл ерден район мерkezінде 30 километр. Тезден мұнда 37 bin квадрат метр мейданлықта сквер пейда олacak. Бұл ішлерге 9 миллион рублей алды. Яқын ерде сенді спортив мейдан çalışamı бір hafta devamında yanısımы. Яқын ерде сенді спортив мейдан çalışamı бір hafta devamında yanısını монтаж етecekler. 86 квадратных метров, 14 тренажеров, беседка, теневой навес. То есть это все будет под теневым навесом, 10 на 4,5 метра. Бұл есе кой стадионы балалар командасы мұнда идманлар кечірмектен ғайры Қырым чемпионатының ресми ойынларыны кечірелер. Бұл ер дайма суарыла ве бақыла невбеттеки объекте кой медениет евіне умумен 100 миллион рублейден зияде пара айралды. Ишлер бір қач қысмыға бөлінді. Шымды о көрініш тамир етілді. У нас очень много талантливых людей, которые хотят здесь петь, танцевать, выступать, занимаются ДПИ. Мы надеемся, что к концу следующего года, Дом культуры начнет работать. Воинка көйінден 4 километр ұзақлықта мағазы көйі ерлеші. Оның сәкенлері әвелері тибби қызметлеріні алып ұлламы еделер. ФАП тәсіл мөесесінің янында ерлеші еді. Мұнда емтеді веленелер, емді кереклі иляж ве дегер медикаментлерінен темин етелер. Теперь очень хорошо, он в центре села находится, люди все сюда приходят. У нас сейчас на данный момент уже и аптека здесь есть, поэтому необходимые лекарства можно приобрести, не надо никуда ехать, потому что у нас ближайший в Воинке есть аптечный пункт. Регионда башлап құрылған объектлерінің чоқысы келечек сене азыр олмақ керек. Мы видим, насколько это все важно для людей, насколько это имеет колоссальный социальный эффект, оно меняет образ жизни
людей, это среда их проживания, она очень разносторонняя, люди добавляют в эту среду очень много спорта, это очень отрадно. Теренден незарет етілмек керек объектлер üzerinde işini parlamentariler Cumhuriyet Hakimiyetinden beraberlikte közete jekler misal olarak Tibi Boluş köyünde modul balabakçasının kuruculuğu sozuldu ve onun müddetleri doğurtulmak gerek. Rayonda yollar meselesi ise tezden çizilecek. Mağazı köyünde 1 kilometre kadar yol kapılması endi 2 haftadan son adavcılarını kuvandıracak. Elmas Ablakimova, Taras Brezitski ve Alim Seydaliyev Millet için Krasноперекопск района. Русияда коронавирусқа қаршы ашыламалар көтлеви шекілді япылығы бұсененің сонында башламасы мүмкін. Буақта Россия зовет адлы инвестицион форумда Владимир Путин білдірді. Шымдылық есе Қырымда тібі қадемлерге ашыламалар әтілігі девам әте бүгін вакцинация 7-ші шер хастаханесінде кечірілді. Тавсилатлар Эльмас Аблакимова тариф етежек. Температура измерили, да? Да, измерили. Температуры нет. Атқачлав олмаған Тиби Бахов, чүнкі бір-біріне қаршы әкімлер отыралар. Бұл әкенче далға ама коронавирусының дегілондан ашыламалар япылығының. Тибижилерге ашылама Ахмеджеттеке 7-ші санлы шер хастаханесінің поликлиника бөлігінде япыла. Все, держите. Сутки вместо инъекции не мочить, не тереть, ничем не мазать. Энесасы адамның sıcағы ве меделерден біріне аллергиясы олмамақ керек. Даже если рассматривать другие вакцины, которые там живая, коревая, допустим, да, вакцина БЦЖ, даже более обширный перечень противопоказаний имеется у этих вакцин, чем у вакцины против коронавируса. Тибижилер бүгін ковид хасталарының чалышалар олар хасталарға ярдым етелер, ама өз қоранталарына зарар кетіре білелер. Бұл ерге келгенлерінің мақсады тек өзлеріні дегілді. Этрафтаки адамларының хафлы yoqma хасталықтан қорчаламақ. Ульяна Мезенцева емшіре пандемияның бірінші күнлерінден қырмызы зонада чалыша. Во-первых, появится иммунитет, и мы, работая тоже с людьми, сохраним свое здоровье, сохраним здоровье окружающих наших людей, наши семьи, нашим близким. Принесет это безопасность. Бірінші невбеті ашыламаларыны әджеле ярдымда çalışқанларға ве ковид госпиталерінің қадимлеріне япалар. Вакцина ерлі Русияда ішлеп чықарылған. Ашылама әке кере япыла арада бір әке афталық тенефюз бұдеверде кемлер хасталар роліні алар бүгін вакцина тек еді кішіге япылды. Қалғанларының невбетті келечек афтаға қалдырды. Эльмас Аблакимова, Арсен Фукала, Millet için. Қырымда көзде аскерлікке чағырауның ең қызғын деврі. Юзлерде яш егітлер өз қысымларына yol алалар. Аскерлікке чағырау насыл кечкені ақта бізімлев қамызда. Ахмеджетте Джейлуф ноқтасына бұтын Ярамадыдан яны чағырылған аскерлер келіп етті. Никита Златокуров әске Қырымдан. Ордуда қызмет етмек ақта істегеніні та балалықтан анлады. Чағырылудан evvel досав тешкелетінде арби оқу зинатыны әлде етіп етіштірді. Армейская тематика меня уже привлекала с детства. Меня и родители поддерживали, отец, мать, сестра, девушка моя тоже меня поддерживала полностью. Ни в коем случае они меня не отрекали от этого. Мне еще не исполнилось 18 лет, но я уже понимал, что я пойду в армию. Бұл ерде топланғанлар егетлер әпсі балалықтан қызмет етуге азыр дегіледілер. Кемелерінің evlerінде өмір арқадашлары ве балалары қалды. Ордуға есе бұтын кой озғарды. Познакомился с новыми людьми, вот это важно. Начал понимать, что такое военная дисциплина, правда в легкой форме, скажем так. Появилось осознание того, что если заберут, то заберут надолго. Даже, где-то грустинка напала, можно сказать. Олажақ аскерлерінен да военкоматқа чағырылмаздан evvel çalışып башлайлар. Яны чағырылған аскерні дистанцион шекелде огреттелер. Бұндан сон о хабердар етіле. Арби қысымға етіп келген сон әпсі яны чағырылған аскерлеріні 2 апталық карантинге йолай жақлар. Тек бұндан сон егетлер қызмет еті башлай жақлар. Максимум нахождения призывника на сборном пункте это до 3 суток. Для того, чтобы обеспечить всех призывников непосредственно банковскими картами, провести с ними профессиональный психологический отбор. Көзде кечірілген аскерлікке чағыру октябрінің 1-інде башланды, ве декабрінің 31-іне де девам етежек. Аскерлікке яны чағырылғанларының әксериеті Қырымда қызмет етежек. Тек кемерлері Женуби Арби округның дегер регионларына қызмет етуге еланайжақ. Солдыне Бакал, Илья Кутузов, Арсен Фукала, Millet için.
Масандрада ерлешкен Ялта санат мектебі аляда қапалы. Кешкен асырда құрылған бинанын капиталь тамираты бұл сененің июнь айында башланды. Епісі ішлер август айында екінленмек керек еді. Ама демонтаж етілген вақыт белі олды ки бинанын конструкциясыны қабелештірмек керек. Енді мектептің ачылығы кележек сенеге кешірілді. По объективным причинам выяснилась необходимость дополнений в проект строительно-монтажных работ. После того, как будут внесены дополнения в проект строительно-монтажных работ, и эти дополнения пройдут дополнительную экспертизу, строительно-монтажные работы в школе искусств в поселке Масандра будут возобновлены. Бұл мектептің 170 уч тәлебесі шымды башқа мектеплерге қатна бұқой оқу джерияны тоқтатылмай. В настоящее время организован образовательный процесс для детей, которые получают образовательные услуги в Масандровской детской школе искусств в 2 школах. В школе номер 11, где предоставлено 5 кабинетов. В Никитской школе предоставлено 2 кабинета. Масандровская детская школа искусств располагается в кабинетах, которые по количеству превосходят количество кабинетов, которые она занимала до того. Спортив бала мейданы тереклер ве чечек клумбалары, фенерлер вес кемлелер. Коктебелде модуль бала бақчасы этрafındaki территория абаданлаштырыла. Мөссе тап кечкенсе не құрылған еді. Кефе мемориеті бұл мақсатларға қошыма 10 миллион рублей айырды. Бала бақчасы не заман кенжелеріні қабыл етмеге азыр олacak. Жевапны мұхбірлеріміз білелер. Экскаватор, автокран V15 ищи. Коктебелде модуль бала бақчасы этрafındaki территория абаданлаштырыла. На данный момент мы выполняем работы по укладке бетонной смеси в дорогу, выполняем работы по благоустройству, устройство игровых площадок. Модуль бала бақчаны тап кешкен сененің сонында ерлештірділер. Мында 4 группа açılacak. Бір-біріне 20 бала қатнайжақ. Бұл қасабада невбетні қапатмаға имкан бережек. Бинаны жүмхури параларға тікледілер. Мектептен евел юртқа 40-қа якын миллион рублей масраф етілді. Вот это вот на 20 человек. Здесь дети играют, здесь они кушают. У них есть и игровые столики для учебного процесса. Они, которые трансформируются и становятся обеденными столами. Посуда будет находиться вся здесь. То есть это маленький комплекс, который защищен от постороннего мира. Бала бақчасында керекли ершей бар. Ашайт блокі донатылды. Мебель ве қалған шелер ерлі ерінде. Бұл сене кефе мемориеті территорияны абаданлаштырмақ үшін қошма оларақ 10 миллион рублей айырды. Ишлерге октябрь айының башында кечтілер. То есть это и формирование групп здесь, на которые находятся на улице, и зеленая зона, соответственно, и безопасное нахождение здесь детей, то есть мягкое покрытие на этих площадках и установка архитектурных форм. Епсі ишлерні декабрінің 31-не жекеленмеге ниетленелер. Яны елінің башында есе мында бала сеслері янғырajak. Айша Шулакова, Севиля Меметова, Виталий Голубев, Милетычун, Коктебель. Онайтлы парковка бала мейданы вес спортив корт. Шақ шәрінде евлерге баққан территорияларына реконструкциясы девам еті. Строительная соқағында ерлешкен чоқ қатлы евлер азбарларындан біріні енді яны қалдырым яраштыра. Бөле музбе дінішмелерге Наджия Исаева қимет кесті. Сақ шерінің строительная соқағында абаданлаштыру ишлері девам етмекте. Құруcılar ішіне берілген мүдетті еккүлемек үшін бар күчінен çalışалар. Бұнен бір вақытта спортив ве бала мейданын қапламасы үшін ер азырлайлар. Епсі коммуникацияларда кечірілем. Bu iş eka hafta evvelsi başlandı. Azbar sendi 50%'ga yanılandı. Kaldırımlarının ekseri kısmı ve bardürler yerleştirildi. Kuruculuk malzemelerinin diğer kısmı endi yetkizildi ve os nefbetini bekley. Здесь у нас есть водоотведение. Небольшая часть ливневки мы сделали и ливнеприемники. Они со временем будут подсоединены уже к общей городской ливневой канализации, которая будет проходить по улице Строительная. Татьяна Потеха ve onun 1 yaşlı oğlu Artyom строительная соқағындaki 21 evde yaşaylar. Баланен кезінмек üçün tek azbar бар еді. Şimdi bu yer boş. Eski oyun komplekslerini bozdular. Ama Tatyana yazık sınmay. Bu evde o endi 27 yıldan beri yaşay ve böyle miqyazı rekonstruksiyonu öz közlerinin ilk sefer көрем. Хочется, чтобы по ровным дорогам, там, где, вот там, допустим, трещины, ямы, мы уже падали, уже разбивали себе губу и все. Поэтому, конечно, по таким ровным мы вот на набережную гуляем, там хорошо, там не страшно отпускать ребенка.
Ишлерге 11 миллион рубля айрылды. Леха боюнча мында скемлелер, чөплік урналары ве ярық фенерлері ерештірілежек. 2 аптадан сон объект тапшырылуға азыр олажақ. Надежда Валим Сидалиев, Милет үшін Сақ шәрі. Сақ шәрінде сабық мұсылман мезарлығы ерінде тұрған хатыра ишаретіні абаданлаштырдылар. 1944 сенеге бұйыр бұйық мезар оларақ ішлетілді. Шәрінің ақсақалары оның еріні тапмаға ярдым еттілер. 2009 сенесі адамлар өзлері хатыра ташны ерлештірділер. Оны лайық алға кетірмек имканы есе тек ярым ел евелсі пейда олды. Данный знак освещается, установлена камера видеонаблюдения. Тут поливается, убирается трава, подметается. Ограждаться не будет. Стоят камеры, за ним присматривают. Он находится прямо возле нашей мечети. Территория абданлаштырувында ерлі акимиет иш адамлары Весақ шәрінде яны жәминнің хадимлері иштирак еттілер. Енді шәрінің сәкенлері еждетларының хатырасына ана білелер. Мемориет векілері мемориал комплекске яқын ерде яны сквер açmağa ниет етелер. Dini taraftan bu çok mühimdir. Yani eğer insan bilerek o yerde mezar olganını işte meftaların üstünden yürümek doğru değildir, günahtır. Yani insanlar bile ki görsünler, anlasınlar bu yerde Müslüman mezarı olduğunu. Қырым Федераль университетінде суық сықылған зейтон яғыны истисал етіп башладылар. Шымдалек бұл тест низамында зейтон Фарос қасабасындан донатыма итальян. Бұл ерде күнде 1 тоннаға же зейтон ішлетіле. Чыққан яқ 10-15%-ны тәшкіл ете. Мутихасыслар яғыны Русияның химик-технологик университетінде тәшкережеклер ветикенларда сатылған аналогларнен қияслажақлар. Это 3-я линия по производству оливкового масла в Крыму. И самая современная, и самая продуктивная. Итальянская линия. Мы ее получили буквально 2 месяца назад. Вот сейчас мы отрабатываем протоколы получения оливкового масла. Оборудование биотехнологического комплекса – это суперсовременное дорогостоящее оборудование для клонального микроразмножения. Одна только теплица, которая для субтропических культур в защищенном грунте, стоит 16 миллионов рублей. Хатырлатамыз, Ахмеджетке яқын кечкене адлы койды 75 сотка мейданлығы олған теплица құрылды, анда ноябрь айында зейтон бағы сачмаға ниет бар. Бүгінге бұйыпысы хаберлер Милет телеканалындан айырылманыз, хайырлы ақшамлар.